Математика. 38-ші сабақ. Тиімді тәсілмен қосу және азайту. Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару. Қосудың терімділік және ауыстырымдылық қасиетін пайдалана отырып, көршілес қосылғыштарды олардың қосындысымен ауыстырса, 3 және одан да көп қосылғыштардың қосындысы өзгермейтінін білеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сырым үй тапсырмасын орындау барысында қиындықтарға тап болды. Сыныптастарынан көмектесулерін сұрады. Әр бала өз нұсқасын ұсынды. Бірінші бала жақшаға 8-ге 6-ны қосып, одан соң 2-ні қосу керек екенін айтты. Екінші бала жақшаға бірінші 6 мен 2-ні қосып, одан соң 8-ді қосуды ұсынды. Үшінші бала жақшаға бірінші 8-ге 2-ні қосып, одан соң 6-ны қосуды ұсынды. Қалай ойлайсың? Балалардың қайсысы есептеудің тиімді тәсілін ұсынды? Үшінші бала тиімді есептеудің тәсілін ұсынды. Өйткені 8-ге 2-ні қоссақ толық 1/10 шығады да, оған 6-ны қосу тиімді екенін түсінеміз. Балалар, мына тапсырмаларды тиімді тәсілмен есептеп көріңдер. Балалар, екінші тапсырманы мұқият тыңдап түсініп алыңдар. Бұл есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға болады екен. Қапшықта 10 көк, 20 жасыл және 30 қызыл шар бар. Қапшықта барлығы неше шар бар? Бірінші тәсілде біз жасыл және қызыл шарларды жақшаға алып, көк шарды қосамыз. Екінші тәсілде көк және қызыл шарларды жақшаға алып, жасыл шарды қосамыз. Үшінші тәсілде көк және жасыл шарларды жақшаға алып, қызыл шарды қосадымыз. Дәл осы тапсырма сияқты үшінші есептің тапсырмасын өздеріңіз орындап көріңдер. Балалар, бүгінгі сабақта қосудың терімділік қасиетін және ауыстырымдылық қасиетін пайдалана отырып, есепті тиімді тәсілмен қосуды түсініңдер деп ойлаймын. Және есепті әртүрлі тәсілмен шығару жолдарын да меңгердіңдер деп түсінемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.